Баяғыда данышпан бабаларымыз 12 мүшең сау болса кедеймін деп айтпа деген екен. Шынында да байлықтың бәрі адамның тұла бойында. Мейірімі күшті жаратушы иеміз пайдалы мен зияндыны мимен ойлап біліп, көзбен көріп, қолмен ұстауға мүмкіндік беріпті. Құлақ естігенді көз көреді деп, естіген, білген нәрсесін барып алуға аяқ беріпті. Осының бәрі ойлаған адамға байлық емес пе? Шәкәрімнің қысқа да нұсқа өлең жолдары арқылы жеткізгісі келіп отырған көркем ойы да осы ғой деп ойлаймыз. Осыншама ең байлыққа ие бола отырып, адам баласы кедейшілік пен мұқтаждықта күн кешеді. Алла тағаланың берген ризығын, нәпақасын теріп жеудің өзі мұңға айналады. Еселі еңбектің орнына қамырықты көңіл күй, орынсыз біреуді кінәлау мен тағдырына налыс басады. Осы депрессиялық көңіл күйден шығу жол тағы да шәкәрім нұсқайды. Үйде отырып салған мен сары уайым, тілегенің тұрама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білесің сонда жайын. Жатып ішкен жан тыныш, салғырт салақ, оған арам харекет ой ойламақ. Іздемеген кісіге қайдан келсін, таза киім, жылы орын, тәтті тамақ. Біздің пайымдауымызша қазақ әдебиетінде уайымның екі түрі кездеседі. Біріншісі кәдімгі уайым. Уайым ер қорғаны есі барлық деп айтатын Абайдың уайымы. Бұл уайым позитивті, оң уайым. Адам баласының алды артын ойланатын, тіршілігін сарапқа салып келешегін жіті ойланатын уайым. Бұл уайым оң уайым, адамды харекетке бастайтын уайым дедік. Енді бір уайым бар, адамды харекетке емес, керісінше әрекетсіздікке бастайды, тығырыққа тірейді, өмірден түңілтеді. Ондай адам дүниеден баз кешіп, өзінде айналасындағыларды да жеп қояды. Бұл теріс негативті уайымның түрін қазақ сары уайым деп атайды. Жоғарыда біз келтірген Шәкәрімнің өлеңінде осы сары уайым. Уайым қайғы адамды алға жетелейді, бір сәтке өз-өзіне үңілтіп, өткінші өмірді өз орын табуға көмектеседі. Абайдың, Мәшһүр Жүсіптің, Шәкәрімнің шығармаларын оқып отырып, уайым қайғының адамның шын болмысымен тетелес ұғым екенін аңдаймыз. Абай 37-ші қара сөзінде қайғысыздан сақ бол, қайғылығы жақ бол деп үндейді. Сонда адам болмысының тереңіне үңілтіп, оның шын менін табуға, өзін табуға көмектесетін де қайғы екенін көреміз. Қорыта айтқанда шығар есігін таба алмай, қайғының ішіне кіріп алып қамалып қалған адамды Абайдың айтуынша қайғы өтіріп жіберетіндей кезі болады екен. Адам өзінің жігерсіздігінен, ездігінен немесе жастайына әдет алған жалқаулығынан өз уайым қайғысын игере алмай қалған жағдайда ол сары уайымға айналады. Жүріп, тұрып, ойланып, істеп көрсең дейді Шәкәрім, харекеттің не екенін түсіне бастайсың. Әрі харекет арқылы уайым қайғында азай бастағанын көресің. Адам бойындағы екі алапат күш текетіресіп күресіп жатады. Ол рух пен нәпсі. Нәпсінің жайы белгілі. Қозғалма, еңбек етпе, ішіп жеп қалағаныңша ұйықтап жата бер дейді. Ондай жан тыныштығын көздеген жан салғырттанып, салақсып кетеді. Ол ой ойлауға, харекет етуге мүлдем жарамсыз болып қалады. Мұндай жанды сөзсіз кедейлік, жарлық, жалынышты, жалтан көздік күтіп тұратыны бесенеден белгілі жайт. Керісінше адам денесінде рух үстемдік құрып, дененің жанын, нәпсінің айтқанына көндіріп, айдауына жүргізіп, еңбек етуге үйретсе, адамды байлық, табыс, жеңіс күтіп тұрады. Абай айналасына үлгі өнеге шашқан үлкен тәлімгер болғанын бәріміз де білеміз. Сонда үлгі өнегенің бір парасы еңбек пен оның қадір қасиетіне арналады. Бірде Абайдың үйіне бірнеше сөз ұстаған шешен жігіттер келіп түседі. Қонақтар ас суын жайласып алған соң, Абай оларды сынамақ мақсатында ер бір-ақ рет өледі, ес күнде өледі деген сөздің мәнісін сұрайды. Сонда қонақтардың үлкені өзекті ерге бір өлім деген, ез өзінің ездігінен күнде өледі, ер бір-ақ рет өледі дейді. Үй иесі, бұл бұрыннан айтылып келе жатқан сөз, менің күткенім бұл емес дейді. Сонда екінші егделі қонақ тұрып, емен иілмейді, мұрт сынады, ер адамда бір-ақ рет өледі деген мағынаның сөз айтады. Абайдың бұл жауапқа да көңілі көншімейді. Сонда қонақтардың ең жасы орнынан атып тұрып,
Абай аға дат, мен айтайын, дейді. Үй иесіне рұқсат алысымен жас жігіт кідірместен. Ер егіз, еңбекті жалғыз деген. Ер жігіттің қадір қасиеті еңбекпен өлшенеді. Еңбексіз өткен әрбір күн өлімен тең емес пе деген. Абай жігіттің жауабына риза болып, үстіне шапан жауып сый-сияпат көрсетіпті. Халық жадында сақталған осы бір әдемі әңгімеден ойшыл ақын болмысының тағы бір қыры жарқырай көрінеді. Абай бір күнде абай бола салмаған, тынымсыз еңбек пен мехнат шегу арқылы ғана осыншалық биік дәрежеге жеткені мәлім болады. Еңбек адамның күш қайраты мен ақыл ойы керісінше өтпелі емес, тұрақты, баянсыз емес, баянды нәрсеге жұмсалуы керек. Осы өлшеммен алғанда Абай қазақ әдебиетінде еңбектің түр түсін сараптап, елеп, екшеп, баянды еңбек деген ұғымды енгізеді. Түбінде баян еңбек егін салған, жасынан оқып білім алған, би болған, болыс болған өнер емес, еңбектің бұдан өзге бәрі жалған деп үкім шығарады. Абайдың талғамына татыған ақыл сыны мен ой сарабының темір тезінен өткен еңбектің екі ақ түрі бар екен. Ол егін салу және жастайынан оқып білім алу. Ал жұрттың бәрі қызғатын, елдің бәрі ұмтылатын би болу мен болыстықты ақын жарамсыз деп тауып отыр. Оларды ол өнер емес дейді. Қызық, жұрттың бәрі өңмеңдеп ұмтылатын, бар малы шығындап, кейде ар ұятын саудаға салып жіберетін нәрсені Абай өнер емес деп түкке алғысыз қылып тастайды. Жоқ, олай емес деп өзіміздікін дәлелдеп Абаймен шексіз пікір таластыруға болады. Бірақ бұл әрекетіміз еш нәтиже бермей, өзімізді тектен текке қажытатынымыз тағрас. Одан да Абай неге бұлай етті екен деп ойлағанымыз абзал шығар. Біздіңше ақын адам өмірінің оның адамшылық қалпының өлшемі деп еңбекті қарастырса, еңбектің өлшемі ретінде өнерді алады. Би болған, болыс болған неге өнер емес деген сұраққа әліміз келген шегінде жауапта беріп көрелік. Болыс боламын деп бар малын шығындап, болыс болып алған соң бар күш қайратын сол малды қайта өндіріп алуға жұмсайтын мақтан сүйгішті қазақты да Абайдың көзі көрді. Кімнің тарысы піссе соның тауығы болатын. Тура биді туған жоқ, туғанды биді иман жоқ деген. Атам қазақтың моральдық кодексін ұмытқан парақор биді де Абай көрді. Көріп қана қойған жоқ. Өзде біраз жыл би болыс болды. Болды да бұл істің баянсыз, жалған екендігіне кәміл түйсінді. Ақын не жазса да басынан өткеріп, әділетті жүрегінен өткізіп барып жазды. Бейнелеп айтар болсақ, жүрегінің қанымен жазды. Абай қазақ ойлайды, бірлік, ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрымай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес дейді. Ақылға бірлік өнер алды бірліктің ішкі дұрыс түсінігі. Адам бойындағы еңбек еткісі келмейтін ит нәпсінің қалыптастырған жалған түсініктерін ойшылғылама. Абай осылайша аяусыз талқандайды. Шынның жүзін көрсетпей, бүркемелеген нәпсінің пердесін ақылдың алмас қылышымен тіліп түседі. Қазақ қоғамындағы туыстық қатынастар мен жаба тоқылға арамтамақтық, масылдық сияқты кеселдердің бастау көздерін көрсетіп береді. Абай ойына темірдей логикасына қалмай еріп отырсақ, біз тірліктің өзінің екеуі екендігін көреміз. Біреуі қазақша айтасақ ит тірлік. Адам атына лайық емес, адамшылықтан, ардан жұрдай қылатын тірлік. Екіншісі шын тірлік. Адамды биік мақсаттарға жетелейтін, дүниенің сырын тануға мүмкіндік беретін, жан аямай еңбек етіп, түптің түбінде адамшылығыңды асқақтататын тірлік те осы шын тірлік. Ал олай болмаған жағдайда, өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз қалмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүр, мал табуға жегре қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақ бас, әзір тамақ әзір ас. Сыртың пысық, ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өзі артық. Өте қатал үкім, бірақ ақынның бұлай демеске еш шарасы жоқ.
адамды бай ететін де кедей ететін де оны санасы екені кәміл түсінген, анық сезінген ғұлама осылайша кесіп айтады: көкірегі, көңілі тірі адам сөз ұғып ақыл табады. Ақыл адал еңбекке бастайды. Ал адал еңбек адамшылықтың кепілі екенін дана халқымыз бағзыдан білген, әуелден түсінген. Абай: егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде. Адал бол, бай тап, адам бол, мал тап. Қуансаң қуан сол кезде. Біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Бұл артық кемі жоқ Абайдан қазаққа салып берген еңбек кодексі, ел болудың жолы, қазақтың ұлттық идеясы. Абай байқаған келесі бір жайт мал шаруашылығының қазақтың мінезіне тигізген әсері. Абай қазақтың бір-біріне неліктен қаскүнем болып келетіндігі жайында сөз қозғайды. Біздіңше мал бағу көп адамды қажет етпейтін индивидуалды шаруашылық түрі. Оны өзіндік артықшылықтары да бар, кемшіліктері де жоқ емес. Артықшылығы біраз адамның қолы біршама бос болып, шығармашылықтың орын алуына жағдай туады. Қазақ даласына келген саяхатшылар, зерттеушілер қазақтың өнерге жақын, поэтикалық халық екенін біраздан айтады. Ал кемшілігі индивидуалды тірлік. Индивидуалды мінез қалыптастырып, ұжымдық сана емес, индивидтік сана басы болады. Ал индивидтік сана иелерінің бір-біріне қаскүнем, бәсекелес болатынын білеміз. Сөзіміз жалаң болмас үшін тағы да Абайға жүгінелік. Қайран елі қазағымның бойындағы теріс мінездерінің қалыптасуы себебіне жіті үңілген ақын, қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағының, бірінің тілеуін бірі тілеспейтұғын, рас сөзі аз болатұғын, өздерінің жалқау болатұғының себебіне Хәммә ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, тыйымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтемінен басқа ойының жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді деп байлам жасайды. Осылайша халқының тағдырына белі қайысқан ақын, жаңа жағдайда өзгерген заман мен өзгеше тәртіп тұсында халқына бір кәсіппен ғана шектеліп қалмай, шаруашылық түрлерін әр тараптандыруды ұсынады.